Алғашқы есептік кездесу Степногорск қалалық орталық ауруханасында ұйымдастырылып, оның барысына денсаулық сақтау саласының мамандары шақыртылды. Өңіріміздің даму көрсеткіштері таныстырылып, жеткен жетістіктер де назардан тыс қалмады. За отчетный период не зарегистрирована материнская смертность. Есептік кезеңде ана өлімі тіркелген жоқ. Жалпы өлім жітім 0,9%-ға төмендеді. Дегенмен туу деңгейі 2,3%-ға дейін кеміген. Балалар өлімі 4 жағдайға артып отыр. Сонымен бірге туберкулезге шалдыққандар қатарда 12%-ға жоғарылаған. Өткен жылы аурухана мен емхана қызметкерлері 12 дәрігерлермен толықты. Қалаға дәрігерлер тарту үшін 2018 жылы емханаға 5 пәтер бөлінді. Денсаулық сақтау саласын цифрландыру бойынша шаралар өткізуде деді шаһар басшысы. Өткен жылы жоспарланған диализ орталығын ашу мәселесі сөз болып, бұл ретте шаһар басшысы айтулы нысанды іске қосу 2019 жылға жоспарланған алға тартты. Қазіргі таңда жеке кәсіпорынмен келісім-шарт түзілуде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының көмегімен орталық аурухана ғимаратында диализ орталығы алдағы уақытта өз жұмысын бастайтын көрінеді. Степногорск тау-кен химиялық комбинаты ұжымымен жергілікті кәсіпорын өкілдерінің қатысуымен өткен есептік кездесу барысында Еркебұлан Байахметов қатысушыларды аймақтың 2018 жылға әлеуметтік экономикалық даму туралы, соның ішінде ауыл шаруашылығындағы, кәсіпкерліктегі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік саладағы жұмыста өнеркәсіп көрсеткішіне баса назар аудара отырып, қорытындылар туралы хабардар етті. В отчетном году произведено товарной продукции на 136 миллиардов тенге. Өткен жылы 136 миллиард теңгенің тауарлық өнім өндірілді. Ақмола облысының өнеркәсіптік өндірісінде қаланың үлесі 21,1%, өнеркәсіптік өндірісінің индексі 126,9%-ды құрады. Мұндай көрсеткіштерге жергілікті кәсіпорындардың нәтижелі жұмыстары өз септігін тигізді. 2018 жылы өңіріміздегі барлық дерлік кәсіпорында өнім өндірісі артты. Тек тау-кен химиялық комбинатының көрсеткіші есептік кезеңде 1,5%-ға төмендеп отыр деді Еркебұлан Байахметов. Дәл осы бағыттағы кездесу аптаның сәрсенбі күні Степногорск энергокешен кәсіпорнында ұйымдастырылды. Есептік кезеңнің қорытындыларын жасаған шаһар басшысы жүздесу жалғасында жылыту науқанын ойдағыдай жүзеге асуда екенін ескере келе энергетиктерға өз ризашылығын жеткізді. Өткен жылы айтулы мекеме қаламыздың жан-жақты бағытта дамуына бірқатар қолдауын көрсеткен болатын. Атап айтсақ, Степногорск энергокешенінің көмегімен ауылдарда модельді кітапханалар ұйымдастыру мүмкін болған жайы бар. Ал еңбек ұжымдарының қатысуымен атқарылған кездесудің соңғысы индустриялық техникалық колледжінде атқарылды. Жиын барысында ұстаздар қауымы мен жастарымыз шақырылды. Барша келушілерге өз баяндамасын ұсынған шаһар басшысы әлеуметтік салаларда атқарылған жұмыстар бойынша кең көлемді ақпаратын ұсынды. В сфере образования работа была направлена на реализацию задач по переходу. Білім саласындағы жұмыстар білім берудің жаңартылған мазмұнына көшу бойынша міндеттерді іске асыру бағытында атқарылды. 2018 жылы 26 жас мамандар жұмысқа орналастырылды. Өткен жылы Степногорск қаласының мұғалімдері мен оқушылары республика мен облыстық конкурстарда лайықты нәтиже көрсетіп, шаһар қоржынына 690 жүлделі орын алып келді. Бірнеше білім ошақтарында IT сыныптары ашылды және бұл жұмыс ағымдағы жылда жалғасын таппақ. Кең көлемді қамтып бірнеше еңбек ұжымдарында ұйымдастырылған кездесулер барысында тұрғындар толғандырған мәселелер ортаға салынды. Атап айтар болсақ, Сарыарқа көшесіндегі жолдары мен жаяу жүргіншілер жолдары, Заводской кентінің орталық көшелер жолдарына жөндеу жүргізу, балалар дәрігерлерінің тапшылығы, Парковая көшесінің бойындағы арнайы жол белгілері мен бағдаршам орнату, дәл осы көшедегі жарықтандыру жүйелерін қалпына келтіру, 4 ықшам ауданындағы бұрынғы сот ғимаратының алдағы жағдайы сынды өзекті сауалдар назарға алынды. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер алдағы уақытта кең көлемді қарастырылатыны да жиын соңында белгілі болды.